онлайн грумердің тұзағына түсіп қалмаудың жолдары. Бір күні интернетте бір баламен таныстым. Жасы үлкен екенін басында байқамадым. Біз күнде жазысатынбыз. Басында жай ғана дос сияқты болдық. Мені шын түсінетін жалғыз адам сол ғана деп ойладым. Кейін ол маған көбірек жаза бастады. Ыңғайсыз сұрақтар қоятын болды. Тіпті түнде де тек өзі үшін фото сұрады. Ол менің қашан ұйықтайтынымды, қандай пижамамен жататынымды сұрайтын. Әрдайым бір түрлі сұрақтар қойып, мұндай әңгімеде тұрған ештеңе жоқ дейтін. Мен қорқып кеттім де, оның аккаунтын бұғаттап, әлеуметтік желіде шағым түсірдім. Өйткені бұл достық емес, жаман нәрсе екенін түсіндім. Сосын бұл жағдайды ата-анама айтып бердім. Олар маған бәрін түсіндірді. Кейбір ересектер интернетте өтірік дос сияқты көрініп, баланы алдап пайдалануы мүмкін. Бұл онлайн груминг деп аталады. Бұдан қалай қорғану керек? Желіде бейтаныс адамдармен хат жазыспа. Күмәнді хабарлар келсе, жеке мәліметтеріңді сұраса, ата-анаңа айт. Цифрлық кеңістікте қорғана біл.